саламатсыздар ма оқушылар? Мен Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Ақкемер жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып пәндерінің мұғалімі Бержанова Нұршат Хамитжановна. Сіздерге ұсынып отырған пәнім математика 4-ші сынып. Бөлім атауы ғарышқа саяхат. Бүгінгі сіздермен таныстыратын сабағының тақырыбы қос теңсіздіктерді шешу, қос теңсіздіктер. Сабақтың оқу мақсаттары: қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. Сен бүгінгі сабақтан қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табуды үйренесің. Өткен сабақтағы білімімізді тексеру үшін дұрыс және бұрыс ойынын ойнап көрейік. Дұрыс жауапты жасыл жәшікке, бұрыс жауапты қызыл жәшікке орналастыр. Жиындардың қайсысы x белгісізі кем 3 теңсіздігінің шешімдер жиыны бола алады? 0, 1, 2, 3 сандарының жиыны осы теңсіздіктің шешімдер жиыны бола алады ма? Ойланып көр. Дұрыс айтасың, бола алмайды. 4, 5, 6, 7 сандарының жиыны осы теңсіздіктің шешімдер жиыны бола алады ма? Дұрыс, бола алмайды. 1, 2, 3 сандарының жиыны осы теңсіздіктің шешімдер жиыны болады ма? Дұрыс айтасың, бола алмайды. 3, 4, 5, 6 сандарының жиыны. Дұрыс, бола алмайды. 0, 1, 2 сандарының жиыны x белгісізі кем 3 теңсіздігінің шешімдер жиыны бола алады ма? Дұрыс, бола алмайды. x-тің шешімі 0, 1, 2, яғни 3-тен кем барлық сандар осы теңсіздіктің шешімдер жиыны бола алады. Өте жақсы, сен алдыңғы білімді жақсы түсінгенсің. Ендеше бүгінгі негізгі білімге көшейік. Есіңде сақта, қос теңсіздіктерді шешу кезінде қалай пайымдауға болады? X белгісізі артық 8-ден, X және кем 11-ден мысал арқылы қарастырайық. Бұл қос теңсіздік, себебі қос 2 теңсіздік таңбасымен жазылған. Ендеше осы қос теңсіздікті 2 жай теңсіздікке айналдырайық. Бірінші теңсіздігіміз X белгісізі артық 8-ден, екінші теңсіздігіміз x белгісізі кем 11-ден. Енді x белгісізі артық 8-ден жай теңсіздігінің шешімдер жиынын қарастырайық. Яғни 8-ден артық барлық сандар осы жиынның шешімдер жиыны бола алады. 9, 10, 11, 12, 13 шексіз кете береді. Ал енді келесі теңсіздігіміз x кем 11-ден. Бұл теңсіздіктің шешімдер жиыны 11-ден кем барлық сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қараңыздаршы оқушылар, осы екі теңсіздікке де ортақ сандарды көріп тұрсыздар ма? Дұрыс айтасыңдар, 9 және де 10 сандары екі теңсіздікке де ортақ. Демек, осы қос теңсіздіктің шешімдер жиыны 9 және 10 сандары болады екен. Екі жиынның қиылысуындағы сандарды қос теңсіздіктің шешімдер жиынына аламыз. Екінші тапсырма, 10-ші бетте дәптерімізге орындаймыз. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінде көрсет. А нұсқасы x белгісізі артық 4-ден және кем 11-ден қарастырайық. Сан сәулесінен 4-ті белгілеп аламыз. X деп отырғаным 4-тен артық барлық сандар. Сан сәулесінде 11-ті белгілеп аламыз. X белгісізі кем 11-ден дегенім 11-ден кем барлық сандар. Енді осы сан сәулесінде екі жиынға да ортақ болып тұрған сандарды көріп тұрсыздар ма? Дұрыс, ол мына аралық 4 пен 11-дің аралығындағы сандардың барлығы осы қос теңсіздіктің шешімдер жиыны бола алады. 5, 6, 7, 8, 9, 10 сандары. Жарайсың. Келесі ә нұсқасы
x белгісізі артық 7-ден кем 9-дан. Сан сәулесінен 7-ні белгілеп аламыз. X белгісізі артық 7-ден. 7-ден артық барлық санды сан сәулесінде белгілеймін. Келесі қос теңсіздіктегі берілгені x белгісізі кем 9-дан. Бұл 9-дан кем барлық сандар. Енді осы екі теңсіздікке ортақ сандарды көріп тұрсыздар ма? Дұрыс, екі теңсіздікке ортақ бізде 8 саны. Сонда бұл теңсіздіктің шешімдер жиыны 8 болады екен. Жарайсың. Келесі тапсырма дәптерге орындаймыз. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. Дәптеріңе осындай сан сәулесін сыз және көрсетілген сан аралықтарын белгіле. Теңсіздіктердің шешімдерін сәуледе қиғаш сызықтармен көрсет. Бірлік кесінді үшін екі төркөзді белгіле. X белгісізі артық 10 және кем 30-дан қос теңсіздігін қарастырайық. Сан сәулесінде алдымен 10-ды белгілеп аламыз. X артық 10-нан. 10-нан артық барлық сандарды қиғаш сызықтармен белгілейміз. Яғни ол мұнаралық. 10-нан артық барлық сандар. Келесі теңсіздігіміз x кем 30-дан. Сан сәулесінен 30-ды белгілейміз. Неде 30-дан кем барлық сандарды қиғаш сызықтармен белгілейміз. Яғни ол мұнаралық екен. Енді осы екі теңсіздікке де ортақ аймақты көріп тұрсыздар ма? Дұрыс айтасыңдар, ол мұнаралық. Яғни осы екі қос теңсіздіктің шешімдер жиыны 10-нан артық 30-дан кем барлық сандар бола алады екен. 11, 12, 13, 14, 29-ға дейінгі сандар аралығы. Келесі ән нұсқасын қарастырайық. 20 кем x-тен x кем 48-ден қос теңсіздігі. Сан сәулесінде алдымен 20-ны белгілеп аламыз. Және де 20-дан артық барлық сандарды белгілейміз. Себебі x артық 20-дан. X деп отырғанымыз барлық сандар 20-дан артық. Ол мұнаралық. Енді келесі сан сәулесіндегі сан бізде 48. Ол шамамен мұнаралық. X белгісізі кем 48-ден. Сан сәулесінде 48-ден кем барлық сандарды қиғаш сызықтармен белгілейміз. Ол мұнаралықтағы сандар. Енді осы екі теңсіздікке де ортақ сандарды көріп тұрсыздар ма? 20-дан артық 48-ден кем барлық сандар осы қос теңсіздіктің шешімдер жиыны бола алады. 21, 22, 23 және де 47 аралығындағы барлық сандар осы қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады екен. Келесі тапсырма. Есептің шешуін дәптерге орында. 6-шы тапсырма. Сызбаны дәптеріңе сыз және оны толықтыр. Есеп бойынша теңдеу құр. Профессор үйінен шығып растханаға бет алды. Ол 90 метр минут жылдамдықпен 8 минут жүрді. Растханаға бірнеше метр қалғанда ол әріптесін кездестірді. Егер үйінен растханаға дейінгі арақашықтық 1000 километр болса, профессор әріптесін растханадан қанша метр қашықтықта кездестірген? Есеп не туралы оқушылар? Дұрыс айтасыздар. Профессор мен әріптесінің кездесуі туралы. Есепте не белгілі? Профессордың жүріп өткен жылдамдығы белгілі. Профессор қандай жылдамдықпен жүрген? Дұрыс. 90 метр минут жылдамдықпен. Қанша уақыт жүрген? 8 минут жүріпті. Дұрыс айтасың. Ал растхана мен үйдің арақашықтығы қанша? 1000 метр. Дұрыс айтасың. Ендігі бізге белгісізі не оқушылар?
профессордың әріптесін кездестірген қашықтық белгісіз, және растхана мен профессордың әріптесін кездестірген аралық белгісіз. Бұл есептің шешуін табу үшін не істейміз алдымен? Дұрыс айтасыңдар. Профессордың әріптесіне дейінгі жүріп өткен арақашықтығын тауып аламыз. Теңдеу құруды үйренеміз. Жылдамдығы 90 метр минут, уақыт 8 минут, арақашықтық 1000 метр. Бізге белгісіз, профессор мен әріптесінің растханаға қанша арақашықтықта кездескені белгісіз. Бұл арақашықтықты біздер x деп аламыз, яғни белгісіз. Қашықтықты табу үшін жүрген жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Қандай теңдеу шықты? Тексеріп көр. 90 көбейту 8, қосамын 2 тең 1000. Бұл қандай теңдеу? Дұрыс айтасың, күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыру үшін не істейміз алдымен? Өз жауабыңды тексеріп көр. Дұрыс. 90 мен 8-ді көбейтіп аламыз. Белгісізді табу үшін дұрыс айтасың, 1000-нан 720-ны азайтамыз. Ал азайтып көр. Азайтып болсаң, өз жауабыңды тексер. Жарайсың. X белгісізінің мәнін орнына қойып көр. Ал енді есептің тексер. Жарайсың. Жауабы қандай болды? Дұрыс. Профессор әріптесін растханадан 280 метр қашықтықта кездестірді. Жауабын дәптеріңе жазып ал. Келесі тапсырма. 7-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. 15-ші бет. 52 көбейтемін 30, азайту y тең 800 қосу 319. Қандай теңдеу? Дұрыс айтасың, күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдыру үшін не істейміз? Айналдырып көр. Ал ендеше өз жауабыңды тексер. Белгісіз y-ті қалай табамыз? Теңдеудің шешуін таптың ба? Өз жауабыңды тексер. Сенің жауабың сәйкес келді ме? Жарайсың. Қателессем, қатеңді түзетіп ал. Келесі. X азайту 1357 көбейтемін 23 тең 103695. Күрделі теңдеу. Жай теңдеуге айналдырып, X-тің мәнін тауып көр. Ал ендеше өз жауабыңды тексер. Жауабың сәйкес келді ме? Қатең болса түзетіп ал. 7-ші тапсырмадағы қалған теңдеулерді өзің шығар. Оқушылар, үйге тапсырма. Номері 4-ші жұмыс дәптері, 132-ші сабақ, номері 1-ші және 2-ші тапсырмалар, 6-ші бет. 133-ші сабақ, номері 2-ші тапсырма, 8-ші және 9-ші бет.
Бұл тапсырмалар сен үшін қиындық туғызбауы тиіс. Себебі сен бүгінгі сабақты өте жақсы түсіндің. Ендеше өзіңді бағалап көр. Сабақ мен үшін түсінікті. Орташа түсіндім. Түсінбедім, сұрағым бар. Жарайсыздар оқушылар, сау болыңыздар.